Сәлеметсіздер ме достар? Бірге ең дәмді, нәзік, дәмі ауызда ерейтін медовикті дайындайық. Ол үшін сары майға қантты, балды қосып, водяной баняда барлығын толығымен ерітеміз. Кейін 3 жұмыртқаны біртіндеп қосып, араластырамыз. Содан соң 1,5 шай қасық соданы салып, тағы 2 минут водяной баняда осылай ағарғанша ұстаймыз. Енді массамызды біраз суытып, ұнды қосамыз. Ұнды көп қосып жібермеңіз, әйтпесе корждар қатты болып піседі. Қамырымыз қолға осылай біраз жабысып тұру қажет. Енді оны тоңазытқышқа 30-50 минутқа қоямыз. Тоңазытқыштан кейін қамыр қолға жабыспайды. Қамырды 9 бөлікке бөліп, пергаменттің үстіне ұн сеуіп жаямыз. Кейін 21 сантиметрлік кальцомен немесе кез келген дөңгелек ыдыстың көмегімен қамырды кесіп аламыз. Қамыр біртекті пісу үшін вилкамен тесіп 180 градуста 5-6 минут аралығында пісіреміз. Осында әдемі 9 корж шығады. Корждың алдыда, артыда осылай толығымен пісу қажет. Бірақ корждарды пісіргенде мұқият болыңыз. Пеште бірнеше секундқа артық ұстап қалсаңыз, осылай қарайып кетуі мүмкін. Корждардың қалдықтарын бөлек алып қойыңыз. Онымен соңында тортты безендіретін боламыз. Енді медовиктің кремін дайындайық. Ол үшін қаймаққа сгущенка немесе қантты қосып араластырамыз. Кейін салқын 33%-ық кілегейді қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Осындай нәзік крем шығу қажет. Енді тортты жинайық. Корждарды аударып қойып, әр қайсына 3-4 ас қасық кремнен жағып отырамыз. Торт түзу болу үшін мен оны осылай ацетатный пленкамен орап, кольцоның ішінде жинадым. Енді торттың кремі толығымен сіңу үшін тоңазытқышқа кем дегенде 6 сағатқа немесе 1 түнге қоямыз. Тортты тоңазытқыштан шығарып, қалған кремді жағып шығамыз. Корждың қалдықтарын блендерде үгітіп, тортты безендіреміз. Торттың үгітінділері ыдысқа шашырамау үшін осылай торттың жан-жағына пергаментті қойып шықтым. Енді тортқа үгітінділерді сеуіп, қалауыңызша безендірсеңіз болады. Осы рецептпен жасалған медовик өте дәмді, нәзік, ауызда ерейтіндей болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Астарыңыз дәмді болсын.